Бәріңе сәлем, бүгін бізде YouTube не хабар? Бүгін жаңалықтар дегенмен де қызықты жаңалықтар деген ойдамын. Видеоны соңынан көріп, егер жаңалықтар ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, достарыңмен бөлісе кет. Бірақ та видео басамас бұрын мен сендерге өзімнің ВК группамды ұсына кетейін. Осы жақында ғана аштым, әзірге тек 3 адам. Сілтемесін сипаттамаға қалдырамын. Ол жерден жаңалықтарды бірінші болып біліп отыратын боласың. Алдымен ұсақ жаңалықтардан бастайын. Рамазан деген YouTube арнада жақында 200 мың жазылушы толды. Және Таконың арнасында 300 мың жазылушы. Ал Эроканың арнасында болса тағы да 300 мың жазылушыдан асып кетті. Ал Адайс болса 500 мыңнан асты. Бәрін құттықтаймыз. Өткен YouTube не хабарда мистер Прикольчиктің Алматыға кеткені туралы айтқан болатынмын. Ол Алматыға барып пазл мен коллаборация түсіріпті. Жақында Puzzle Life арнасында мистер Прикольчикпен бірге тамақтардың дәмін татума сондай бір видео шығып қалуы мүмкін. Және мистер Прикольчиктің сол басты арнасында немесе Қуанғали арнасында тағы да пазлмен бірге скетч шығады. Асыға күтетін боламыз. Видеоға пазлның видеосы шығады. Алмас. Әділ. Познаем GoPro вместе. Жамбулатович. Мен деген пазлмен коллаб түсірдім. Collaboration, брат. Скетч түсірдім. Скетчті қалайсыңдар ма? Давно не видели скетчі, да? Соны күттіңдер осы. Мүмкін білерсіңдер, мүмкін білмейсіңдер. Дархан деген инстаблогер мен Дарикорн деген әнші екеуі үйленейін деп жатыр. Дархан оған вертолетте сөз талды. Және оның бәріне 2 миллиондай ақша құртылды дейді. Жүрген едім мен, білмедім мен. Енді маған қараса енді. Тоқтак, тоқтак. Бүгінгі видеодағы соңғы жаңалық Ақтауда Q-Style фан кездесу өткізбекші. Бұл фан кездесу 28 қараша күні орын алады. Сендерге керемет жаңалық бар. 28 ноябрь, яғни 11 күннен кейін мен Ақтау қаласында болам, және де Балабай мен, яғни Майк Миллер барлығымыз кездесеміз, және Ақтау қаласында фан встреча жасаймыз. Достар, сендер сұрадыңдар Ақтауға қашан келесің, нони деп. 11 күннен кейін 28 ноябрь мен Ақтау қаласында болам, және сол күні 28 ноябрь кешкі сағат 4-те жағалаудағы амфитеатрды білесіңдер ғой, 15 микрорайон. Сол 15 микрорайондағы амфитеатрдың алдында Майк Миллер екеуміз боламыз, және де Тако мен Нанаға айтып көрем, олар келе алса келеді, яғни Алтыбақанның фан кездесуі болады. Мінекей бүгінгі жаңалықтар осындай болды, аз болса да қызықты болды деп ойлаймын. Егер видеоны ұнаса, видео басында айтқандай достармен бөлісіп, лайк басуды ұмытпа. Арнада алғаш рет болсаң, тағы да осындай жаңалықтарды жіберіп алмас үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қой.